Сәлеметсіздер ме? Балалар, бүгінгі сабағымыз смарт сабақ. Смарт дегеніміз нақты өлшенетін, қолжетімді, маңызды, белгілі бір уақыт ішінде, иә? Енді бүгінгі сабағымызға құндылықтарды анықтау, сұраққа жауап береміз. Ол үшін бірінші балалар, біз сендерді әзір топқа бөліп аламыз. Келіп қалаған түстеріңізді аласыздар, сол бойынша топқа бөлініп отырасыздар. Келеміз, асықпай бірінші түс бойынша отырамыз. Көк түстер мейірімділер тобына, сары түстер еңбекқорлар тобына, ақ түстер қарапайымдылар тобына отырамыз. Қолдарымызға ұстаймыз, бәріміз қолымызға ұстаймыз, шаңырақ жасаймыз. Енді өзіміздің тілектерімізді айтамыз. Біз біргеміз, біз қарапайымбыз, біз мықтымыз. Жақсы, керемет. Біз бір туғанбыз, біз бір елміз, біз мейірімділерміз. Жақсы, керемет, отырамыз. Біздің қазақ елі шаңырағы биік, керегесі кең, сондай мемлекетпіз, қарапайым. Ал біз бір елміз, біз ынтымақпыз, біз еңбекқормыз. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Енді сіздерге сұрақ. Сіздердің топтарыңыз қарапайымдылар, қарапайымдылық деген қалай түсінеміз? Ал жауап берейік. Қарапайымдылық деген өзгелерді төменге түсіріп, өзіңді биіктету емес, керісінше әрқайсымен тең қарым-қатынаста болу, барыңа құрмет ету. Ал енді мейірімділер тобы, сіздер мейірімділік туралы айтып кетсеңіздер. Олар кішіпейіл болады. Көмек сұрамаса да өз еркімен келіп, адамға көмектеседі. Керемет, жарайсыз. Келесі еңбекқорлар тобы. Еңбекқор адам дегеніміз, ол бізде өзінің өміріне үлкен рөл ойнайтын арқылы қылық десек болады. Ол өзіне дамуы әртүрлі адамдардың арқылында дамуын көрсетеді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына тоқталайық. Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесі, соның ішінде жомарттық пен сараңдық. Бүгінгі өтетін смарт мақсатымыз 5-1-3-1 көркем шығармада кейіпкерлер портретіменен іс-әрекет арқылы образын ашу. Сабақта үйренетін мақсаттарың: кейіпкердің портретімен іс-әрекетіне сүйеніп, оның негізгі мінез-құлқын анықтайсыңдар. Атымтай жомарттың қасиеттерін мәтін мазмұны арқылы дәлелдейсіңдер. Кейіпкер бейнесіне арқылы шығарманың негізгі идеясын түсінесіңдер. Енді біз өткен тақырыпқа шолу жасаймыз. Умайгра әдісі бойынша өткен тақырыпқа шолу жасап, сол бойынша телефонмен жұмыс жасаймыз. Ал енді телефондарыңызға ашып қараңыздар. Сіздерге тапсырма беріледі, соны орындайсыздар. Кіреміз. Сіздерге ссылка жіберілді, сол арқылы кіріңіздер. Жоғары бал алған балаға жоғары бал қойылады. Тапсырмаларды орындаймыз. Бұл жерде жақсы тапсырма орындасаңдар, ұшаққа мініп, саяхатқа шығып кетесіздер. Қанша бал алдыңыз? 110 бал алыпты. Жақсы, керемет. 110 бал деген жарайсыз. 120 бал алыпты. Тапсырманы толықтай дұрыс орындаған. Тұрыңыз, топ басшысы қанша бал алғандарды жоғары бал қойып бағалап отырасыз. Енді келесі тапсырма. Бізде енді бірінші тапсырма жеке жұмыс, шабарман әдісі, мәтінді оқып берілген сұрақтарға жауап бер дейді. Енді ең бірінші Атымтай жомарттың мазмұнына тоқталып өтейік. Ал мына топтан кім айтып кетер екен? Мен үйден оқып келуге бергем, ал мазмұнын айтып кетейік. Жомарт өзінің есепсіз бай болғанымен әр кездері жыртық салақ киімдерін киіп, отын шауып жұмыс істейді екен. Оны бір күні достары көріп айтады: Жомарт, сенің байлығың, асыңа мінер көлігің, жейтін тамағың, киер киімің бар. Сен неге бұлай жүрсің дейді. Сол кезде Жомарт айтады: оның 4 себебі бар дейді. Ал 4 себебін кім айтар екен? Әуелгісі, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті көңіліме жел тигізеді дейді. Екіншісі, бар бола тұрып жұмыс қылсам, мұның кемшілік дейді. Үшіншісі,
бет бейнетіме қарап, бір-екі пұлға нан сатып алған кезінде оның дәмі қандай тәтті екенін сезгім келеді дейді. Төртіншісі, Құдай тағаламның бізге берген дәулеті бізге күнә болады деген ойдаймын. Келесі топ осы Атымтай Жомарт әңгімесінен қандай ой түйдіңіздер? Кім айтып берер екен? Нашар төмен адамдарға көмектесу керек екенін, сосын мен еңбекпен сатып алған нан ол дәмі күшті екенін түсіндім. Сендерде мына QR арқылы тапсырмалар бар, соны орындайсыздар. Керемет, жарайсыздар. Жақсы, Сұлтан, керемет. Келесі бізде мына жасанды интеллект тыңдап өтейік. Әңгіменің тақырыбына қарап Жомарт адамға тән қасиет. Атымтай адамның есімі деп ойлауымыз мүмкін. Алайда Атымтай Жомарт түрлі халық фольклорында кездесетін, әрдайым жағымды образ ретінде сипатталатын кейіпкер. Оның нақты қай жылдары өмір сүріп жатарсыз. Алайда бұл әңгіме жас өлеңдерді еңбекке баулып, маңдай термен табылған нанның тәтті болатындығын баяндайды. Енді екінші тапсырма жұптық жұмыс. Бұл жерде сәйкестендіру әдісі, я? Бұл жерде жаңа жомарттық туралы сәйкестендіру жұмыстары бар. Келіп, QR-ға жұмыс жасаймыз. QR-ға. Bu yerде сіздерде сұрақтар бар екен, қайырымды қыз, сараңбай, Атымтай Жомарт, жәрдемші жігіт. Осылардың қасиеттеріне тоқталамыз, сәйкестендіреміз. Жарайсыз, керемет, Ахметжан дұрыс жасады. Келесі тапсырмада, енді үшінші тапсырмада Атымтай Жомарттың құндылықтары, төменде Атымтай Жомарттың 4 негізгі себебі берілген. Сіз берілген суреттерді пайдаланып, осы себептерді бейнелейтін сурет сәйкестендіріп, бәрі-біріне қысқаша түсініктеме жазыңыз дейді. Жалпы дәптерге жазамыз, бірақ әзір 4 оқушыға осыны орындайды. Одан кейін дәптерге өзімізде жазамыз, келе ғой, біріншісіне келе ғой. Екінші сурет, жақсы, отыра. Келе қойыңыз, көркем. Жақсы, керемет. Жақсы. Жақсы, керемет. Жазамыз осыны. Қан дәптермен жұмыс жасайық. Біріншісін жазыңыздар. Келесі бізде бекіту кезеңі мен де жомартпын тапсырма мәтіндік бос орындарды тиісті сөздермен толықтырыңыз дейді. Байлығын көрсетіп мақтанбау, адал өмір сүру. Еңбекті бағалап өз ісімен үлгі болуды еңбекқор деп атайды. Байлығын дұрыс жұмсап, әркімге қажеттісі көмектесуді жомарттық дейді. Жарайсың, керемет. Жомарттық пен қайырымдылықты тек жақсылық жасау үшін істеу, мақсат күтпеу. Жарайсың, керемет. Енді сабағымыздың соңына келдік, кері байланыс, өздеріңізге сабақ қалай ұнады, қандай көңіл күйде болдыңыздар, сіздерге не қызықты болды, соны белгілейсіздер, Ал оқушылар енді сабақ қалай болды, осы жердегі мына белгілер бойынша, смайликтер бойынша белгілейсіздер, Бірінші мен мына топты шақырам, топырламаймыз. Келесі топ, келесінде шығамыз. Шығыңыздар. Сіздердің бұл белгілер көңіл күйлеріңізді білдіреді. Ал оқушылар бүгінгі сабақта қандай көңіл күйде болғандарыңыз қарайық. Керемет, жарайсыздар. Жоғары көңіл күйде болыпсыздар, Жарайсыздар, керемет. Сабақ ұнады ма, балалар? Енді топ басшылары бізге бал қойып отырды. Сол балдар бойынша мен де сіздерді бағалаймын, Айтымбетов Амир 8, Абдукаликов Жанат 8. Жарайсыз, мені топ басшысы бағалады. Сол бойынша мен де бағаларын қойып берейін. Халық Адина 10 балл, Амандыкова Гүлсана 8 балл, Манатұлы Сұлтан 10 балл. Жақсы, жарайсыздар. Бәкір Ахметжан 8, Макен Бектұр 9. Жарайсыздар, керемет. Отыра қойыңыз. Мейірімділер тобы. Енді барлығыңыздар жақсыздар. Бірінші орында мейірімділер тобына берейін, Екінші орында еңбекқорлар тобына, үшінші орында қарапайымдылар тобына, Жарайсыздар. Барлығыңыз керемет. Сіздерге көп рахмет. Сабағымыз аяқталды.